Мынау менің туып өскен ну орманды, қойнау қолатты, мол аңғарлы теріс бұлағым. Бұл ауыл дегенді естігенім болмаса, 7 жасыма дейін ел жұртты көрмеген, қысы жазы тайынша баққан, көкем мен анамның құшағынан шықпаған, кіндік кескен туған жерім. Ал міне, менің өмірімді өзгерткен хаттар. Өмірімді өзгерткен хаттар емес, осы хатты жазған Қабдөш мұғалім. Жылдар бойы бойтұмардай сақтап келе жатқан бұл қасиетті хаттарды оқыған сайын тәубама келіп, Қабдөш мұғалімдей ел болашағын ойлаған адамның барына шүкіршілік етемін. Менің ата-анам қыс-қыстауға, жаз жайлауға көшіп, бір табын тайынша бағатын. Жаз бойы көрші отырған малшылар тамыз айында балалардың мектепке баратынын сылтауратып, ықтасынға ықса көшкенде, менің көкем тапжылмай отыра беретін. Балалар сабақтан қалды деп күңкілдеген анама жайбырақат жауап қайыратын. Оқу қайда қашат дерсің? Бір-екі күнге кешіксе кенже қалады демсің? Алдыңдағы 100 тайыншадан басқа білерің бар ма? Көкемнің бірер күні бірнеше аптаға созылатын. Мен үйдің кенжесі болғандықтан, жасым 7-ге толса да, жандарынан шығарғысы келмей, мектепті кейінге қалдыра беретін. Алдындағы әр малын жасына, түсіне қарап айыратын көкем өз балаларының атынан, жасынан шатасатын. Сатып әкелген киімі де бір баласына дәл болмай, кітаптары да сыныбына сәйкес келмей аңырап отыратын. Бірақ көкем түк саспайтын. Бар нәрсе жерде қалады деп мүсің, биыл болмаса келесі жыл дәл болады. Сонымен не керек? Көкем мені атына мінгестіріп мектепке алып келе жатыр. Дүниенің бар қызығы артта қалғандай, өксіп-өксіп жылағым келді. Апырмай, замадай, сен де оқитын болып қалдың ба? Даусынан мені қимай тұрғаны байқалады. Көкірегім одан әрі ашып, көмейіме өксік тығылады. Мектепке де келіп жеттік. Оқу баяғыда басталған. Мына жүрісің не дегендей, бір топ бала қоршап алып қызықтап тұр. Жүр директорге деп көкем қолымнан сүйрей жөнелді. Ішімнен мына жерде қалмасам, оқымасам деп тұрмын. Мені келесі жылы оқытатын боп шешкенде қатты қуандым. Бірақ қуанышым ұзаққа бармады. Қабдөш мұғалім өзі оқытатын, өзі қарайтын болып мені алып қалды. Сонымен не керек? Мен тұрып оқитын пәтер жайы дұрыс болмады. Барған 2 пәтерден де анамның ыстық алақаны мен қамқорлығын, көкемнің ақжүек аңқылдаған қарапайымдылығын іздеппін. Өз үйімде ерекше қымбат орын, ол ешқашан қайталанбайтын, табылмайтын орта екені сол кезде миыма да кірмепті. Сабақтан қашып қайта-қайта осы алтын ұямды іздей бердім. Сол кезде Қабдөш мұғалім осы хаттарды көкеме жолдапты. Менің болашағымды ойлаған қандай құдіретті, қадірлі жан еді. Соңғы хатын ала салған соң, көкем мені тағы да ауылға ала жөнелді. Қабдөш мұғалім қуана қарсы алды. Қабеке, бәрінен бұрын өзіңнен ұялдың. Менен ұялма Зеке, ұрпағыңнан ұял, ұрпағыңның болашағынан ұял. Біз жетпеген биіктікке осылар жетсін. Талай жылдар өтті. Мен талантты суретші болдым. Қабдөш мұғалімнің сенімін ақтадым. Есесіз бе, Қабеке? Амасаусыз ба? Барлық жұрт бұрынғыдай Қабдөш мұғалім емес Қабеке дейді екен. Мен де Қабеке деп амандастым. Ассалаумағалейкум Қабдөш мұғалім деп неге амандаспадым деп те өкініп қалдым. Қалай десеңіз де Қабдөш мұғалімнің орны төрде екенін өзім анық білемін.